қазіргі таңда біз Жалағаш ауданында Ерали шаруа қожалығында тұрмыз. Осында біз жаңағыдай біздің құралғыларды қойдық, орнаттық. Бұл затвор расходомер дейміз. Слип метр деп аталады. Оның ішіндегі датчиктері бар, өзінің ультразвуковой суды өлшеп береді бәрін. 1 литріне дейін әрбір тамшыны өткізбей өлшеп береді. Содан кейін бізде Farm Connect деген системаны орнаттық. Ол жаңағыда орысшалап айтқанда автоматизированная система затопления рисовых чеков дейді. Ол мысалға бізде әрбір күріш чегінде суды тұрақты деңгейде ұстауға тырысамыз да, оны автомат түрде өз система жасап тұрады біздің құралғылардың арқасында. Нержавеющие технологии алюминия. Вторая часть это очень сложная, это система задвижек. Я думаю, что со временем наши промышленники могут перейти. И третий, самый сложный этап, это соответствующее системное программное обеспечение. Вот в 3 этапа, я думаю, это займет какое-то время, но первый этап, самый дорогостоящий, это металлоконструкция. Думаю, наши промышленники этот вопрос могут закрыть. Қазір жаңадан құрылған су ресурстар министрлігімен келісім бойынша біз Шеркелі каналын қарастырып жатырмыз. Шеркелі каналы бізде Қазақстан бойынша ең үлкен канал болып саналады. Ол Қызылорда облысының 60% күріштің бәрін қамтамасыз етеді сумен. Оның әрбір жылғы потреблениясы 2 миллиард кубқа дейін барады жылына. Біз сол каналды автоматтандырсақ, бұл бүкіл Қызылорда сол Шеркеледен алынатын күрішшілерге пайдасы тиеді. Өйткені неге десеңіз, ол равномерно су бәріне адал таратылатын болады. Әрбір адам өзіне қанша керектігін ала алатын болады да сол Инфраструктура у нас изношена, у нас есть соответствующие проблемы по ирригационным каналам, у нас есть соответствующие проблемы по воде. Мы, соответственно, будем в этой области работать, помогать. Я никогда не видел рисовых полей, я никогда не видел, как система работает воочию. Мы представляли это на уровне теории, сегодняшняя необходимость, мы к ним должны идти. Следующее слово давайте уже предоставим нашим коллегам тоже, да? Министрліктің қолдауымен арнайы техника-экономикалық негіздеме әзірлеуде осы автоматтандыруға байланысты. Мынау үлкен каналымыз, жаңа сол жаға магистралды канал, өздеріңіз білесіздер. Әсіге бұл канал бізде 4 ауданның күріштігін сумен қамтамасыз етіп отқан ең үлкен канал. Уже тәжірибе көрсетіп отқандай, бүгін Ералы шаруашылығында келіп отыр. Өткен жылдан бастап бұл кісі осы компаниямен тығыз байланыс орнатып, суды реттеуін автоматтандыру бағытында жақсы жұмыстар басталды. Бұл бастама деп айтуға болады. Келешек, бұл қалай айтуға, хотим мы этого, не хотим, бәрібір осыған келеміз. Бұл енді Қазақстан Республикасы су шаруашылығы және ирригация министрлігіне де тікелей сигналдар болу керек деп ойлаймын. Өйткені осындай іс-әрекеттер болмаса, болашақта жағдай қиындай түседі. Сондықтан бұл жоба өте ерекше, маңызды, орысша айтқанда судьбоносный жобалардың бірі болып есептелінеді келешек болашақта бізге. Соған мән берулеріңізді сұраймын. Жаңа кейбір кісілер келіп, бұл ой туады ғой енді, кімге керек, қандай мүмкіншілік бар? Водоучет бірінші алдында тұрған дәу сооружение, ол ватхозға керек дейді. Өйткені вода, товар, деньги это жизнь. Хотим ли мы, не хотим ли. Сондықтан водоучетті бұл кісілер сол ақшаға суды есептеу керек. Ал қазіргі таңда қарапайым құралдар жоқ, қарапайым мамандар аз, суды есептеуде сіздерде мүмкіншілік жоқ. Сіздер сол монополист деп айта берейік, ренжімейді ғой. Сондай организацияның данныйымен келісіп қоясыздар. Солай ғой. Дәл, мысалға, бірақ әлі бір өзекті коллектор дренажды суды пайдалану арқылы ол сол судың көлемін
ақшадан есептен шығардыңыз ғой да. Міне осының барлығы суды есепке алудың ерекше маңыздылығының бірі. Ал екінші, күрішті атызға жаңағы автоматты, кейбіреулер мән берген жоқсыздар, қарап былай жеке-жеке өтіп кеттіңіздер. Өкінішке орай ол ерекше моменттердің бірі. Себебі су режимі арқылы біз тек қана суды үнемдеп қоймаймыз, күріштің өнімділігін көтереміз. Сонда егер де қараңыз, су үнемделеді, күріштің өнімділігі өседі, демек бір единицаға тауарға кеткен судың көлемі азаяды. Бұл дегеніңіз бүгінгі таңдағы талапқа сай келеді. Енді суды бір үнемдеу, әрине біз күрішті жаңағы лазерлік планировка арқылы үнемдейтін болсақ, басқа дақылдарда біз уже тамшылатып, жаңбырлатып суаруға көшетін уақыт келді. Бұнда да біз әлі кешіп келедік. Биыл небары облыста 4400 гектар ғана тамшылатып суаруды енгізіп отыр. Мынау көршілес, енді әрине олардың дақылы басқа деп айтуға болады. Дегенмен көршілес Түркістанның өзінде уже 50-60 мың гектардың үстінде жаңағы айтып отқан тамшылатып суару, жаңбырлатып суару технологиясын енгізген. Бізде мына тұрған Жаңақорған Шел аудандарында осы бақша егетіндер, томат егетіндердің өзі уже 60%-дары сол тамшылатып суаруға көшті. Өкінішке орай Сырдария, Жалағаш, Қармақшы ауданында бұл жұмыстар өз деңгейінде деп айтуға болады. Вообще жүріп жатқан жоқ деп айтуға болады. Осыған құрметті шаруашылық басшылары, бұған мән беру керек, бұған біз бәрібір барамыз. Ол уақыт бізді бәрібір соған алып келеді. Қазір жылдан жылға температура көтеріліп келе жатыр. Мына қарасаңыздар, осы 88-94-те 2022 жылға шейін мәліметтер берілген, осы Қазақстан бойынша ол жылдан жылға көтеріліп жатыр. Енді әр 10 жыл сайын осы жаһандық деңгейде 0,8 градус Цельсияға көтерілсе климат орташа, Қазақстан бойынша 0,33, ал Қызылорда бойынша 0,44 градус Цельсияға көтеріліп отыр екен бұл. Яғни жылдан жылға осы біздің өңірімізде осындай ыстық одан сайын дамып келе жатқанын көріп отырмыз мінекей. Енді бұл бізге не алып келді? Бұл бізден, яғни бұл не алып келді? Бұл бізге судың тапшылығына әкелетін мына болжамдар бар. Осы 2030 жылға қарай осы 40%-ке шейін қысқарады деген болжамдар бар. Мінекей 2050-ге 20 миллиардқа. Бұл енді болжамдар болса, ал мына нақты цифрлар қарасақ, нақты мінекей осы Шардараға келеді, осы 1992 мен 2022 жылға шейін қарап отырсаңыздар, мінекей ортамызда мінекей Қазбатқоздың басшысы отыр, мінекей осы бірге бірлескен мәліметтер жылдан жылға осы кейбір жылдарда көтерілгенмен мұндағы арасында, бірақ негізінен осы Шардараға келетін суда, Шардардан шығатын суда азайып келе жатыр, ол бірте-бірте азайып келе жатыр. Яғни бұл не дейді бұл? Яғни бұл дегеніміз осы бізге келетін судан жылдан жылға осындай бірте-бірте азай береді. Сондықтан біздерге осы суды үнемдеуге бағытталған, суды аз пайдаланатын дақылдарды біз өндіріске енгізуіміз керек. Суды үнемдеудің ең бастысы оны есепке алу. Есеп болу керек. Мысалға бұл қанша тегістегенмен осы есепке алмай біз қанша келіп жатыр, қанша кетіп жатыр. Бұл есепке алғанда бұл бірнеше бағытта есептеуімізге анализ. Ол мысалға экономикалық бағытта, мына шаруашылық деңгейдегі, мысалға шаруашылық 100 гектарға мысалға суды үнемдегенмен өнімдігі аз болып, мысалға шамалы кері болуы мүмкін, бірақ әрі қарай облыстық деңгейде, республикалық деңгейде осындай әрбір тамшын үнемдеу арқылы біз үнемдегі суды аралға жіберіп, әлеуметтік масштабта да осы есепке алуды біз көруіміз керек. Екінші бағыт каналдар жүйесінде шығындарды болдырмау. Жаңа келе жатқанда көрдіңіздер, Шіркейлінің бойында да, мәдениеттің ар жағында да, осы трассасының екі жағындағы осы ыза сулар. Ол қай жақтан келіп жатыр? Ол жаңағыдай каналдардан келіп жатқан сулар, ыза сулар. Яғни осы каналдар жүйесіндегі көлденең шығындарды болдырмау. Ол бір. Екінші, каналдар жүйесіндегі гидротехникалық құрылыстарды қалыпқа келтіру. Екінші. Үшінші, күріш жазықтарындағы шығындарды азайту. Егер де төмен түспексе ашылатса, мына жерден су жүріп атысқа кетеді. Енді бұның бір жаңалығы, мына жерде қарасаңыздар, бүйіртішке қойылған, қарапайым. Және оған мынандай
калькулятор, 100 теңгелік калькулятор қойылған, 100 теңгелік калькулятор қойылған. Бұна әрбір оборотын лаборатория тексердік, бір оборот 1,9 литр. Судың жылдамдығымен күндіз-түні айналатын екен. Күндіз-түні тәулік бойы айналып отырады. Сол күріш атысына кеткен болса, шыққан санды 1,9-ға көбейтіп, біздің жаңағыдай күріш атысында кетіп жатқан суды есептеп отырамыз мінекей. Осындай қарапайым бұл енді ғана миллиондар емес, бұл кәдімгідей көп болса 30 мың теңгенің заты бір атса қойылады, 30 мың теңге. Бірақ осы арқылы біз жаңағыдай сушылардың жаңағы жұмысын жеңілдетіп, автоматтандырып, есепке алып отырамыз. Мына келесі қондырғы сброста. Бағана айттым ғой жаңағы шыға бере жатыр рубиков қабы қойылған жерде әлекеңдер бәрімізді сөйтіп жүрміз, қаппен жауып қойып, оны бәрі сушы алады. Ал мына жағдайда егер соған жаңағы уже су кетеді. Көтер қойсақ, су тоқтайды. Ең бірінші жер тегістеуді қолға алған шаруашылықтың біреуімін. Оны қазір біз толық жер тегістеп болдық. Суды үнемдеу жөнінде барынша үнемдеп, өнімді жоғары алып отқан шаруашылықтың бірмін деп те айта аламын тағы да. Бұны әріптестерім өздері білер. Ең қатты еңбек жасау керек. Сол кезде ғана бәрі болады, өнім де болады, басқа да болады. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Мысалға, мен ватпозды кінәлай алмаймын. Размещениеде облыста қанша гектар күріш егілді. Соған ватпоз тиесілі суын беріп тұр. Барлық кінә мына шаруашылықтың өзімізде. Суды дұрыс үнемдемейміз. Оны жаңа транзиттік қоямыз, атыздың бір жағынан кіргіземіз, бір жағынан шығарамыз. Сумен дұрыстаймыз дейміз, сумен ол дұрысталмайды. Мен қазір мынау оңтүстік коллектордың етегінде тұрамын. Шынымды айтайыншы, бір ауданның күріш егетін суы далаға кетіп жатыр. Көктемде біз суды толтырамыз барынша. Ол керек па, керек емес па, оны қайттан шығарамыз. Ол жерде қаншама удобрение су араласып жатыр. Сол коллектордың суына қазір 13 километр линия тартып, мияқта Аққыр деген ауыл бар. 30 жыл малшы ауыл болған ғой, тіршілік жоқ ауыл. Сояқтар қазір егінге айналдырдым. Бір ауданның суы далаға кетіп жатыр. Оның бәрі осы бізде маман емес. Планировка жасап, тыңнан жерді ашып, осы жерге биыл насоспен тоқпен күріш егіп жатырмыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, 123 гектар күріш егіп жатырмыз қазір. Коллектордың суымен, таза сумен күріш шығара алмай жатыр. Сондықтан бүгінгі семинардың маңызы қазіргі таңда соған мемлекет қолдау көрсетіп отқанда, республикалық бюджет арқылы, например, сол тамшылатып суару, жаңбырлатып суару енгізген технологияға 50%-ға дейін субсидия төленетін болса, жергілікті бюджеттен қосымша 30% қылып, жалпы кеткен шығынның 80%-ын бюджеттің ақшасымен жабуға болады. Бұндай қолдау өмір бақи болады деген әңгіме емес. Бұл қажет кезде мемлекетте қажеттілікті түсініп, соған барып отыр. Сол мүмкіншілікті біз пайдаланып қалуымыз керек. Ол 3-4 жылдан кейін, может, ондай мүмкіншілік болмауы мүмкін. Уже ендіретін үлкен компаниялар ендіріп алғаннан кейін, майдалар оны үлгермей қалса, ол қалып қоюы да мүмкін. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, неше жыл шетелдік техника субсидияланып келді, уақыт келді, оны да тоқтатты. Қазір алмай қалғандар қазір өкініп жүр, кеш алып қалғандар да өкініп жүр, уақытында алмаған екенбіз деп. Бұнда да сондай болуы мүмкін. Сондықтан мемлекет жағдай жасап тұрғанда сол қолдауды пайдаланып қалуымыз керек. Бүгінгі мына семинар жаңағы айтып отқан суды үнемді пайдалану және оны тиімді реттеу, автоматтандыру жолдарын енгізу. Жаңа айтқандай бұл уақыттың талабы,